Біз бұл бейнеде Freedom Broker шотын толтырып үйренеміз. Жалпы Freedom Broker шотын толтырудың тәсілдері өте көп, бірақ сіздерге бүгін ең ыңғайлысын көрсетуге тырысамын. Ең әуелі Freedom Brokerді шотын толтырудың ең ыңғайлы тәсілі ол банк бөлімшелеріне бару. Яғни Freedom компаниясының банк бөлімшелеріне барып, сол жақта жеке куәлігіңізді алып барып, шотыңызды толтырсаңыз болады. Егер ол бөлімшелер сіздің қалаңызда болса, ең ыңғайлы, ең тез орындалатын нұсқаның бірі ол да. Осылай толтырсаңыз болады. Екінші нұсқасы, Freedom Broker қосымшасына кіресіз. Кіргеннен кейін мына жерде толтыру деген батырма тұрады. Толтыру деген батырманы басасыз. Жаңа карта дегенді басасыз. Осы жерге өзіңіздің кез келген банк картасын енгізіп, сол арқылы толтырсаңыз да болады. Бірақ ескеру керек, ол кезде сізден 2% комиссия алынады. Яғни 2% комиссиясын алып қалады салып жатқан сумаңыздың. Бұл жерде әдеттегідей бірінші қандай валютада толтырайын деп жатырсыз, соны жазасыз. Мына жерге өзіңіз толтырғыңыз келетін сумманы жазасыз. Мысалы ретінде 30 мың болатын болса 30 мың деп жазасыз. Содан кейін комиссия, яғни қарасаңыздар 2% 600 теңге болады. Яғни 30 мың теңгеден 600 теңгені алып қалатын болады. Мына жерде жаңа осы жерде енді картаңыздың 16 санын енгізесіз. Бұл жерге жарамдық мерзімін, бұл жерде аты жөні көрсетілу керек. Енді бұдан кейін артындағы тұрған CV кодты да осы жерге енгізесіздер. Содан кейін жалғастыру батырмасын басқан кезде сіздің қаражатыңыз сіздің брокерлік шотыңызға түседі. Бұл яғни тәсіл кез келген банк картасын қолдайды. Кез келген банк картасы арқылы осылай толтыра берсеңіздер болады. Бірақ ескеру керек, бұл жерде комиссияның 2% екенін. Тағы бір толтырудың тәсілі, егер сізде Freedomның физикалық картасы болатын болса, кез келген картасы, міне осындай Freedomның кез келген картасы болсын, тек бұл екеуі ғана емес, өзге де карталар бар, суперкарт картасы, өте көп карталар бар. Сол физикалық картасы болса, егер сізде, онда осы жерде толтыру батырмасын басып, жаңа карта дегенді таңдап, осы қолыңыздағы картаңыздың ақпаратын осы жерге жазсаңыз, егер осы жерге толтырсаңыз, онда егер нақты Freedomның өзінен пайызсыз аударылады. Тек Freedom карта болу керек пайызсыз аудару үшін. Осындай да тәсілмен толтыруға болады. Яғни сізде Freedomның картасы болса, бірінші сол картаға қаражат салып, енді банкоматтар арқылы саласыз ба, болмаса басқа банк қосымшасынан аударасыз ба пайызсыз. Ол жағын енді өзіңіз реттейсіз. Соның ішіне бірінші қаражатты салып, содан кейін бұл картаның ақпаратын осы жерге толтырып, олай да жасауға болады. Ол да бір тәсіл, солай да толтыруға болады. Ол кезде Freedomның картасын осы жерге енгізетін болсаңыз, онда сізде пайызсыз түсетін болады. Мен өзім жиі қолданатын тәсіл, яғни Freedom Broker шотын толтыруға арналған тәсіл, ол үшін Freedom Super App қосымшасына кіреміз. Яғни ол үшін әуелі сізде Freedomның кез келген картасы болу керек міндетті түрде. Одан кейін операциялар бөліміне өтеміз. Содан кейін брокерлік шотқа деген болады осы жерде, яғни мынау тұрған, соны басамыз. Содан кейін өзіміздің қаражаты бар картамызды таңдаймыз. Таңдағаннан кейін брокерлік шотқа дегенді басамыз. Сол жерде жалғыз сіздің сауда шотыңыз тұрады, соны басамыз. Яғни сіз қазір өзіңіздің Freedom картаңыздағы қаражатты Freedom Broker шотыңызға аударайын деп жатырсыз. Осы жерге өзіңізге қажетті сумманы жазасыз. Мен мысалы 1000 теңге деп жазамын. 1000 теңге деп жазамын, готов деп басамын. Содан кейін аудару деген батырманы басамын. Менің қаражатым, картада тұрған қаражатым Freedom брокерлік шотқа өтіп жатыр. Аудару дегенді басамын. Бұл жерде пайызсыз аударылады, ешқандай. Болды, толықтай аударылды қазір қаражатымыз.